Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Айкерім. Бүгін мен сіздерге өте оңай әрі қолжетімді жасалатын десерттердің бірі пирожное картошканың рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Алдымен печеньемізді осылай бөліп, барлығын ұнтақтап алатын боламыз. Печеньенің қандай түрі, майлылығы маңызды емес. Өздеріңізге ұнаған печеньені алып ұнтақтасаңыздар болады. Ұнтақтау үшін мен блендерді қолдандым. Арнайы осындай блендер сиятын банкаға осы печеньеміздің барлығын салып, блендердің көмегімен ұнтақтап алдым. Егер сіздерде блендер болмайтын болса, печеньемізді пакетке салып, оқтаудың көмегімен жақсылап ұнтақтап алатын боламыз. Печеньеміздің барлығын ұнтақтап болғаннан соң, міндетті түрде құп-құрғақ таза ыдысымызға осы печеньеміздің барлығын салып алады. Печеньемізді саламыз және де үстіне сгущенное молоко қосатын боламыз. Мендегі сгущенное молоко қолдан жасалған, рецепті менің YouTube каналымда бар. Міндетті түрде сілтемесін қалдыратын боламын. Мендегі печеньенің граммы 400 грамм печеньеге 150-200 граммдай осындай сгущенное молоконы салдым. Және 2 ас қасық какао ұнтағын салдым. Егер какао ұнтағын ұнатпайтын болсаңыздар, кофені салсаңыздар болады. Кішкене қышқылтым дәм беретін болады. Енді кезекте ерітілген бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, вилканың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Мендегі сары майдың мөлшері 100 граммдай, 100 грамм сары май жетіп қалады. Сондықтан дәл осылай жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Барлығын бір келке етіп, осындай масса болған кезде ас қасықтың көмегімен алып, қолымызбен жақсылап форма жасайтын боламыз. Форма өз қалауларыңызша үлкен етіп жасасаңыздар да болады, немесе мен сияқты 4 бұрышты осындай конфетке ұқсаған етіп жасасаңыздар да өз еркілеріңізде. Мен осылай 4 бұрышты конфет сияқты етіп жасадым, және де дөп дөңгелек домалақ етіп те 2 түрін жасаған болатынмын. Дәл осылай қолдың көмегімен осындай формаға келтіріп, өз қалауларыңызша жасай бересіздер. Қарапайым ғана заттардан дәл осындай керемет пирожналарды жасап шығара аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіне кокос ұнтағын немесе сахарный пудра, грек жаңғағын майдалап, соған аунатсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Немесе ақ шоколад, қара шоколад, сгущенное молоко сепсеңіздер де өз қалауларыңызша жасай аласыздар. Қарапайым ғана заттардан дәл осындай десерт дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны толық қарағаныңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.